ата дәстүрі салтын менен киім киіп, тойларыңыз тойғыласын ағайын. Ал енді үкімет қонақтары барлығымыз ел болып, той иесін бірге қарсылайық. Олай болса, қуаныңдар ағайын, тамсаныңдар, сүйіншімен маңайға жар салыңдар. Той иесі айтпай жігітіміз келеді ортаға, ду-қол соғып, шашуменен қарсы алыңдар. Давайте поводу аплодисменты поприветствуем, друзья. Қазірдің ежелден келе жатқан салт дәстүрі ырымдарын өткізуге рұқсат етіңіздер. Ең адыраспан шөлмен алас табалайын. Алас, 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 бәледен қалас, соқтының сөзден алас, жаманның көзінен алас. Алас, 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 бәледен қалас. Қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Қазақта тоғыз құмалақ дейді. Қора-қора малға тосын деген ниетпен ақ жолына тоғыз құмалақ шашайын ағайын. Тәттіні кімдер жақсы көреді? Ол әрине кішкентай балалар. Олай болса, осы жанұяда кішкентай балалар көп болсын дейміз. Өмірі тәтті болсын дейміз. Жығысты болсын дейміз. Сіздердің де жанұяларыңызда осындай бірлі той болсын. Ал енді қымбат қонақтар, тұсаукесер рәсімінің ең негізгі бөліміне көшетін болсақ, қазақта тұсаукесер рәсімін тоқ шекпен кескен, тоқшылық, молшылық болсын деген ниетпен, көп шөппен кескен, көбеюге, өнуге жассын деген ниетпен, және ала жіппен кескен. Ешкімнің ала жібін аттамасын, өмірдің ақ қара жолында ақ жолы көп болсын дейміз, аяғына нық тұрсын дейміз. Өмірде барлығы қатар жүреді. Жақсылық пен жамандық, ыстық пен суық, әйел азаматы мен ер азаматы. Олай болса, барлығын қатар ұстап, аяғында нық тұрсын дейміз. Ал енді қымбатты қонақтар, тұсаукесер рәсімін Қайрат ағайымызға табыстауға рұқсат етіңіздер. Өзіңізде ел ағасы болсын деген ниетпен ағамыз ортаға келсеңіз.